Рұқсат болса, іс-шарамызды бастасақ. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң, доброе утро, уважаемые присутствующие. Бүгінгі іс-шара негізінен 4 тараптан дайындалды. Біздің ардақты ардагерлер, облыстық, қалалық ұйымның, сонымен қатар билік органдарының басшылары, олардың қызметкерлері, оның ішінде қалалық ішкі саясат бөлімінің қызметкерлері, тағы да айтатынымыз республика партиясының мұрындық болуымен, оның төрағасы Төлеубай Есенберді мырзамен, сонымен қатар осы Өскемен қаласындағы орталық Оралхан Бөкей атындағы кітапхананың қызметкерлерінің 4 жақты осындай тараптан бүгінгі шараға дайындалып, бүгін жиналып отырмыз. Әрине, құрметті жиналушылар, бүгінгі жиналу себебіміз ешқандай қуаныш емес, ешқандай мереке емес. Бұл күн еске алу күні, азалы күн. Дегенмен мен айтар едім, бұл күнді тек қана 31 мамыр күні ғана атап өтпей, есімізге алмай, бұл күнді біз ұлтжанды азаматтар, елім деген, жерім деген, тарих, еліміздің тарихын жақсы көретін азаматтар жыл көлемінде еске алу керек. Өйткені өткенді білмей, өткенді еске алмай, біз болашаққа қадам баса алмаймыз. Міне осындай жағдаймен жиналып отырмыз. Құрметті ардагерлер, бірнеше күн бойы дайындалып, міне соның арқасында қазір осы жерде бәріміздің басымыз қосылып, осы шараны жүзеге асырайық деп отырмыз. Мен енді осы Оралхан Бөкей кітапханасының қызметкері ретінде бастап беріп отырмын. Алғы сөзін айтып, тағы да қуаныштымыз осындай жағдайларда біздің кітапханада бас қосқанымызға. Біздің кітапхана жыл көлемінде көптеген шараларды ұйымдастырып жүзеге асырады. Көптеген адамдар келіп осы жерде керемет шаралар өткізіледі. Өздерің көріп отырсыздар, барлық жағдай жасалған осындай шараларға. Ал енді бүгінгі іс-шарамызды ары қарай жалғастыруға мен Сағынбек ағаға сөз берейін. Модератор ары қарай жүргізіп, әр адамға сөз беретін Сағынбек Ақанұлы. Сіз өзіңізде. Сөз өзіңізде. Құрметті жиынға қатысушы қоғам белсенділері, уважаемые участники тематического мероприятия. Шығыс Қазақстан облысында саяси репрессияға байланысты көптеген жұмыстар атқарылып келеді. Осы репрессияның ең жазықсыз қаза тапқандардың басында облыстық газеттерге, аудандық газеттерге мақала жазған Менғали Шаймарданұлы Мусин марқұм болатын. Оның кейін міне Алтынарқа қоғамдық бірлестіктері өсіпті. В истоке архивных данных жертв репрессий стоит Менғали, все вы знаете, журналист Менғали Шаймарданович Мусин. Он в 2001 году выпустил книгу «Книга скорби». Начатое дело Менғали Шаймардановичем продолжено общественным объединением Алтынаркова. Позвольте мне представить редакционную коллегию Азалы Кітап. Большую работу провел Салюхан Алханович Алпадиев. Был редактором этой книги Мурат Амренов, тут передо мной сидит. И свою лепту внес Хансалек Кудайбергенов. В таком составе в 2011 году мы выпустили Азалы Кітап. Да, книги мы добавили раздел «Голос потомков». Я думаю, здесь сегодня присутствуют представители потомков репрессированных. В соответствии с указом президента Республики Казахстан от 5 апреля 1997 года 31 мая объявлен Днем памяти жертв политической репрессии. В рамках указанной даты по всему Казахстану проводятся тематические мероприятия. Согласно плану работы городского акимата совместно с коллективом городской библиотеки имени Оралхана Бөкея проводятся тематические мероприятия «Тарихтан тағылым, өткенге тағзым», посвящен Дню памяти жертв политической репрессии. В работе тематического мероприятия принимает участие Смит Ирина Федоровна, заместитель акима города, Назарова Светлана Нафиковна, заместитель председателя областного совета ветеранов, Тусупов Тияш Тусупович, член президиума Восточно-Казахстанского областного
филиала Республиканского общественного объединения организации ветеранов, почетный гражданин Тарбагатайского Зайсанского района. Перед вами. Фролов Олег Геннадьевич, председатель городского совета ветеранов. Аханов Марат Пеханзаевич, профессор, кандидат исторических наук. Пожалуйста, перед вами. Вейпель Любовь Павловна, краевед, член писателей «Алтайское звено». И Турсунбесов Алибек Леспекович, руководитель отдела внутренней политики города Усть-Каменогорска. Слово представляется заместителю акима города Усть-Каменогорска Смит Ирина Федоровна. Құрметті азаматтар, мен қоғам белсенділері, бүгінгі күн жазықсыз құрбандарды еске алу қасиетті күні. Президентіміздің тапсырмасы бойынша өткен ғасырдағы қуғын-сүргін жылдарында жазықсыз зардап шеккен азаматтарды оңалту бойынша үлкен жұмыс жасалып жатыр. Біздің міндеттеріміз қазақстандықтардың жақсы есімдерін қалпына келтіру. Уважаемые участники мероприятия, рада приветствовать здесь представителей общественных организаций, политических партий, редакционной коллегии такой важной книги, как Азалы Китаб. Это та память, которую вы сохраняете. Действительно, День памяти жертв политических репрессий, День памяти, День скорби и день, когда мы вспоминаем белые пятна истории. Те, которые события произошли давным-давно. Дело в том, что прошлый век был отмечен несколькими волнами политических репрессий. И пострадали не только люди, но семьи, целые народы. Как говорится, у народа, у того есть будущее, который помнит историю, знает свою историю, свято хранит завет и предков. Спасибо. Спасибо вам. Так, слово представляется профессору, кандидату исторических наук Аханову Маратбеку Ханджаевичу. Уважаемые земляки, уважаемые гости, сегодня самый такой трудный траурный день в истории Казахстана. Сонымен бір Қазақстанның тарихында соңғы 300 жылда жалғыз ғана осы 31 май 37-38 жылдар емес, Қазақстанның тарихында ылғи да қырғын келіп тұрған. Бір теңізге соғып жатқан толқын сықылды. Келіп тұрады. Халықтың саны өсіп бара жатса қырып салады. Қайтадан өсіп бара жатса қырып салады. Қайтадан өсіп бара жатса қырып салады. Бізде сондай тарих болды соңғы 300 жылда. Сонымен біздің санымыз 3 миллионнан аспады. 3 миллион, ары кеткенде 6 миллион. Сіздер ойлап қараңыздар. Мынау 1897 жылғы халық санағы бойынша қазақтардың саны 4 миллион 87 мың болған. Ал өзбектердің саны 725 мың болған. 1 миллионға да толмайды. 725 мың. Ал бүгін қараңыздар. Өзбектер 30 миллион, 33 миллион. А қазақтар 90 жылы 6,5 миллион болған. Қазір міне әрең-пәрең 15 миллионға жетіп отырмыз енді. А өзбектер 33 миллион. 97 жылы олардың саны небәрі 725 мың болған. Қазақтар 4 миллион болған. А сколько человек было репрессировано в Восточном Казахстане? Вот у меня есть такие данные. Итого 2212 человек по Восточному Казахстану. Мы не должны забывать этот период. Кровавый период. Во всем этом виноваты большевики, коммунистическая партия во главе с Сталином. Историей жертв репрессированных занимался по области Алдияр Ахылбекович Шаубакиров. К сожалению, сегодня он отсутствует, так как его вызвали на Республиканскую научно-практическую конференцию по
ко дню Дня памяти, он там выступает на конференции. Но сегодня к нам пришла Рейфель Любовь Павловна, высший руководитель публикации научного использования документов. Пожалуйста. Я как работник Государственного архива Восточно-Казахстанской области хочу сказать, что вот эта тема, она не произвольно всплыла в архиве. Работая с документами, находишь какие-то документы, которые так затрагивают за душу, что их откладываешь в папку и думаешь, потом где-то я о них расскажу. И так у нас появился первый сборник, это под грифом секретности, который вышел в 1998 году, получил высокую оценку на научном совете. Также непроизвольно у нас откладывались документы и вышел сборник документов коллективизация сельского хозяйства в Восточно-Казахстанской области, который тоже был одобрен на научном совете Республики Казахстан. Эти книги, сборники стали раритетными, но можно зайти на сайт архива и просмотреть их. И хочу сказать о том объеме, какое количество этих дел. Как Алдиар Акылбекович, работая, разговаривая с архивистами, с краеведами, и называет такую цифру: 3500 не штук, а это метров полок. И на каждой полке стоит чье-то дело, то есть жизнь чья-то. И чтобы просмотреть вот эти все дела, человеку надо 4 года, работая в архиве по 24 часа в сутки. Вы представляете, какое-то количество дел и количество... Спасибо. Спасибо, Любовь Павловна. Сөз Шығыс Қазақстан облыстық прокуратура қызметкерлерінің ардагерлер кеңесінің төрағасы Найзабаев Ғазез Стаченчикке беріледі. Дело реабилитации репрессированных – это наш долг. Бұл игілікті іс. Әр уақытта да қай жерде жүрек, репрессия ұшқан, ақтау сүргінге түскен халықтардың арасында болған жағдайда, қандай жағдайлар болсын, біз оларға өксілерді ақтап, олардың өмірлерін, халыққа деген қызметтерін естен шығармау керек. Рахметімді ағам. Құрметті ағайын, жазықсыз құрбан болғандардың тағдыры қазақтың ұлтының танымал адамдардың да жанын қинаған. Соның қазір алдарыңызда Жамбыл атындағы драма театрдың актері, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Қанат Ниязбеков Мұхтар Әуезовтің Ахмет Байтұрсыновқа хатын оқиды. Оны Байтұрсынов монологы деп атаймыз. Уважаемые участники, судьбами невинно репрессированных, душой болели наши знатные люди. Мухтар Әуезов в свое время направил письмо Ахмету Байтурсунову. Читает актер драмтеатра, деятель культуры Республики Казахстан Қанат Ниязбеков. Қалың елім, қайқайып белің, сынуға тұр таянып, талауда малың, қамауда жаның, аш көзіңді оянып. Қанған жоқ па әлиқың, ұйықтайтын бар не сиқың? Дүмшелер ай, асыр болды қалды. Менің бар айыбым тірі жүргенімде, қазақты азаптан құтқарамын деп ғылым қуғанымда. Шынымды айтсам, өзімнің діттеген санам оқу ағарту жұмысының ең өзекті саласы тіл мен қазақ әдебиеті туралы ғылымды өркендету. Қазіргі ойымда ғылымда. Ғылымсыз ел, білімсіз ел. Ебелек бір суық жел үфтесе, ұшады да кетеді.
бұл дүншелердің ісіне абай да көнген, мен де көндім. Ал сен, Мұхтар, көнбе. Сенің көнуге қақың жоқ. Бәріміз бірге көне берсек, өзіміз құл, өміріміз тұл. Халқымыз бүлге айналады. Халықты да Құдай жаратқан, ол ешқашанда өлмейді. Мұхтар, қазақыңды осы бір өлімші қалымнен құтқар. Ертеңгі өмірге тарихты, шындықты білетін өзіңдей ірі тұлға керек. Онсыз ісіміз ілгері баспайды, Мұхтар. Мына тажал қармағынан құтылу екіналай. Мына бізге бәрібір өлім бізді тірі қалдырмайды. Ал сен, Мұхтар, әлі жассың. Қателік жібердім. Өткен істеріме өкінемін деп үкімет басшыларына ашық хат жаз. Жазуың керек. Ақылға сал, Мұхтар. Бұл күнә емес. Халқыңа қызмет. Алда-жалда күнә бола қалса да, киелі күнә. Халықша үшін жасалған күнәлардың қандайын болмасын, Құдай кешіреді. Күнәһар болмайсың. Болмайсың, Мұхтар. Болмайсың. Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз. Енді алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Азаттық туы желбіреп, жасайды алаш, жасайды алаш, өлмейміз. Песня посвящена Сакену Сайфуллину, певцу, и Беймбет Майлину. Песню исполнит Қанат Ниязбек. Кәкімбек Салқыбаған сөзді жазған Мұратхан Егінбаевтың әні «Үш бәйтерек». Кең даламның кермарал перзенттері аңдастан атқарған міндеттері үш арыстан, үш тұлпар, үш сұңқарын ғаламат қой туған ел құрметтеуде. Кең дүниеге жар салып, жәң өмірде қарсы алып, еңіреп туған елімде қазақтың ірілері, абайдың інілері, Сәкен, Ілияс, Бейімбет. Өлең жырдың әлемін ашқаныңдай, сол үшеуін торадай башағындай өркеленіп барадай өлкенменіп үш жұлдызын қазағымның аспанында. Кең дүниеге жар салып,
Жан өмірдегі қарсы алып еңіреп туған елімде қазақтың ірілері-ай абайдың інілері Сәкен Ілияс Бейімбет Қарым дауылпаз бұлан ерін күйші дала құс қанат құлақ ерін үш арысын қайтарып құшағына ардақтайды салтағана құрады едім кең дүниеге жар салып жан өмірдегі қарсы алып еңіреп туған елімде қазақтың ірілері-ай абайдың інілері Сәкен Ілияс Бейімбет қазақтың ірілері-ай абайдың інілері Сәкен Ілияс Бейімбет Ой, рахмет. Көп. Ой, рахмет. Бүгін басымызды қосып, біз өткізетін жер көп. Бірақ мынандай қазынаға, мынандай мәдениетке, осындай бір мемлекеттік мекемеге келіп бас қосқаныңыз рахмет. Сізге мына Республика партиясының филиалының атынан, мына ардагер Сәкен жәнеге мақтап жатқан ақсақалдарымыздың атынан, барлықтарыңыздың атынан осыны тапсырып рұқсат етіңіз. Рахмет сізге. Бүгін жазықсыз құрбан болған саясаттың зұлмат жылдарындағы құрбандарына арналған шарамызды өткіздік. Қаланың қоғам белсенділері қатысты. Аманат Республика партияның өкілдері, жастар өкілдері қатысты. Осы жиында осы кешегі зұлмат жылдарын еске алдық. Шығыс Қазақстанда жалпы Өскемен қаласы бойынша қандай шаралар өткізіп жатқаны туралдағы кеңінен толық әңгімеледік. Бұл жиынның мақсаты кешегі халқымыз басынан шыққан ашаршылық, жазықсыз қудалау, атылған, жер аударылған, сотталған, Қазақстанға жер аударылып келген көп ұлттардың өкілдерінің жайын кең жастарға жеткізу, білсін, халық білсін, кешегі нәубет жылдардың жаңғырығын еске салып, халықты болашақта мұндай жағдайларға жол беру мәселесі мақсатын көздеген еді. Мынау Оралхан Бөкей атындағы кітапхана өте бір қамқорлықпен өткізді. Өте жақсы, мәдениетті, осы көрмелердің ұйымдастырылуы, ана өтетін конференция алдың безендірілуі, қатысқан адамдарға жағдай жасау, алаңсыз экраннан болған оқиғалардың видеороликтерін, адамдардың қалай қиналғанын барлығын көрсету жайы жан-жақты ойластырған. Осы кітапхана қызметкерлеріне көп рахмет айтамыз. Міне, сонау Тарбағатай, ауылдық, Зайсан, Күршім, Ақсуат жерінен осы құрбан болғандардың тағдыры жөнінде әр аудандық газетке материалдар жарияланды. Осы жайында әңгімеленді. Енді біз осы еске алу күнін тек бір күнмен емес, жалпы өмірде халықтың есінде сақталсын. Біз сол құрбан болғандардың өкіліміз. Біз осы өмірде тірі жүргенімізді бұлдамай, өмірден өткен аталарымызды, апаларымызды еске алып, солардың кешегі тарихи басына кешкен дүниеге тағылым бас иіп өтуіміз керек деп білемін.